Баршаңызға сәлем, менің есімім Нұрмұхамед. Мен Disney мен Pixar'дың Элио атты анимациялық фильмінде Калеб персонажын дыбыстадым. Мені кастингке шақырды, менің дауысымды бағалап, осы жобаға өттім. Менің кейіпкерімнің есімі Калеб, ол сырт көзге бұзық бала болып көрінуі мүмкін, бірақ негізі жақсы бала. Менің кейіпкерімді дыбыстау маған қызық тәжірибе болды. Себебі ол кейіпкер маған ұқсамайды, мен өмірде басқаша адаммын, негізі басқалау адаммын. Жерде мен бөтен сияқты болдым. Жерді кінәладым, бірақ мәселе менде шығар. Сен маған ұнайсың, мен үшін бөтен емессің. Маусымда Менің достарым болмаған. Менің де. Әкелбесті. менің атым Григор. Бағынатын кез келді. Бірақ мен жаңа келдім ғой. Мүмкін біреуміз лорд Григормен сөйлесер. Мен ұялам. Мен барам. Мен актер емес, әнші болғандықтан кейіпкердің мінезіне кіру, образына кіру сәл қиын болды басында. Бірақ сол проекттің режиссері Жақмарат аға маған бағыт-бағдар беріп, көмектесті. Соның арқасында жақсы дүние шықты. Элио, сабақтан қаштың ба? Не істеу керегін білем. Бір жерден көріп едім, қайда кетті? Осы суреттің қайсысы сен? Білмеймін, бірақ мына сенен аумайды. Мен бұл фильмді толықтай әлі көрген жоқпын, бірақ Элио мен менің кейіпкерімнің арасында бір төбелес болып қалды. Сол кезде айқайлау керек болды, соққы дыбыстарын дыбыстау керек болды, сол қызық болды маған. Бұл өмірімде көрген ең ғажап жер. Құрметті көрермен, мен сіздерді 19 маусымнан бастап Disney мен Pixar'дың Элио атты анимациялық фильміне шақырамын. Барша отбасыларыңызбен, жақындарыңызбен, достарыңызбен келіңіздер. Сіздерді күтеміз. Барлық кинотеатрларда көрсетіп. Элио. Кинотеатрларда 2025 жылдың жазында.